Сіздермен құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен 2 литрлік гүл салатының базаны тоқитын боламыз. Мен уже тесіктерді тесіп алдым. Тесікті қалай тесу керек, стойкаларды қалай кіргізу керек, өткен видеода көріп шықсаңыздар болады. Ал мен бұл рет өткен видеода мысалға тек қана үстінен тесіп тоққан болсақ, бұл рет біз корзинаның ыдыстың төменгі жағынан да тура осы тесіктермен тура келетіндей қылып тесіп шықтық. Одан кейін біз осы тесіктің ішінен бір тесіктен кигізіп, екінші тесіктен іш жағынан шығарып, осылай екіден осылай стойкаларды кіргізіп өшіріп шықтық. Менің стойкаларым 23-90 болғандықтан бір тесігім жалғыз өзі болып қалады. Бәрі мысалға 2-2-ден не қылса кіргізсем, бір стойкам, мына бір стойкасы 23-ші стойка, мына жалғыз өзін кигіздім. Оны мына ішкі жағынан келесі стойканың арасын ашып жіберіп, соның ішіне кіргізіп жібердім. Сондықтан ол тоқу барысында ол уже ешқайда кетпейді, шығып кетпейді. Ішінен түйіп жүргенше солай істеген дұрыс. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай мына стойкаларды мына тесік арқылы, мына жақ үстіңгі тесіктер арқылы үстіне шығаруымыз керек. Біздің мына ең соңғы жеріміз, мына ненің гүл салғыштың соңғы жағы әдемі узормен аяқталу үшін былай көтереміз стойкаларды. Мына стойканы, мына кез келген стойканы аламыз. Келесі стойканың астынан өткізіп барып, тура сол стойканың тесігінен кигіземіз. Осылай. Одан кейінгіні келесі стойканың артынан өткізіп барып, сол стойканың үстіңгі тесігінен кигіземіз. Одан кейін ары қарай тағы да солай келесі стойканың артынан өткізіп барып, сол стойканың тесігіне кигіземіз. Мына стойкалардың ұзындығын қалай өлшеуді сол кешегі видеода түсіндірген болатынмын. Мына стойкамен біз ол жерде мына стойкадан төменге қарай бір қарыстай қалдырған болатынбыз, себебі ол жерде біз мына төменгі жағында узор жасадық. Ал мына жерде стойкалар осы жерден басталатын болғандықтан төменге қарай узор жоқ. Сондықтан тек қана мына екі расстояниеге бір 2 см қосып, содан осы жерден мына үстіңгі жағына әкеліп, осы корзинаның ұзындығын, несінің объемын алып, сол объемына толық жеткізбей, двойной толық жеткізбей өлшейсіздерді, соны 2-ге көбейтіп, сол мына стойкалардың арасына осылай нелердің тесіктерге кіргізіп шығасыздар. Сол кезде сіздерде мынандай двойной стойкалар шығатын болады. Ал енді жаңа жалғыз қалған тесікті, ол сол жалғыз өзін, сол двойной емес, жалғыз өзін өлшеп сөйтіп саласыздар. Мына осылай ары қарай осылай кигізе бересіздер. Келесі стойканың артынан өтеді. Әдемілеп сол стойканың үстіңгі тесігіне кигіземіз. Қайтадан келесі стойканың артынан өткізіп барып. Қазір мына жерде стойкалар қисық болып тұр, кейін ол тоқу барысында бұлардың бәрі жөнделіп кететін болады. Осылайша мен қазір барлық тесіктерге стойкаларды кигізіп шығамын. Мына стойкаларымыздың бәрін осылайша келесі стойканың артынан шығарып, жоғарғы өзінің тесіктеріне кигізіп шықтық. Енді келесі тоқитын ратангымызды аламыз. Өткен видеодағыдай, тура сол видеодағыдай тоқуды тоқимыз. Бір стойканың астынан, бір стойканың үстінен сөйтіп арғай тоқи береміз. Ратангты негізі өшіру қиын емес, бітіп қалса бір-бірінің үстіне кигізіп жібересіздер де, ары қарай тоқып кете бересіздер. Ол сол күйінде ешқайда кетіп қалмайды. Немесе даже егер сенімсіз болса, паяльникпен бір-біріне жапсырып, күйдіріп жіберсе де болады. Примерно ратангты аласыздар, ұзындығын осылай ары қарай тоқи бересіздер. Біреуінің үстінен, біреуінің астынан шығарып.
Ол тоқыманың түрімен тоқу үшін сол міндетті түрде стойкалар тақ болу керек. Тақ санды стойкалар болу керек. Сол кезде узоры дұрыс шығады. Стойкаларды ол кейін тоқу барысында жөнделеді. И вообще жалпы соңына қарай бәрі әдемі шығады. Солай тоқи береміз. Так, мына жақтан аяқтасам, енді келесі осылай ары қарай тоқып кете береміз. Қазір мен өзіме керек көлем болғанша ары қарай тоқи беремін. Так, мына біздің тоқып жатқан кезде, мына примерно алған кездегі трубочкамыз бітіп қалды. Енді біз қайтып жалғастырамыз. Так, мынау стойканың астынан өту керек қазір. Енді келесі трубочканы аламыз. Так, мына жерден соның тура үстіне түсетіндей қылып. Так, мына астын мына жерден үстінен тұр ғой. Осы жерге келесі трубочканы салып жібереміз. Сөйтіп, где-то менде екі қатардай қазір тоқуым керек. Соған жететіндей ғана қиып аламын да, ары қарай жалғастырып кете беремін. Егер сіздер сенімсіз десеңіздер, кішкене паяльникпен астыңғы трубочканы қыздырып жіберіп, сөйтіп барып ішіне қойсаңыз, мына трубочка неге жабысып қалады астыңғы трубочкаға. Солай ары қарай мен қазір бір екі қатар тоқимын, сосын үстіңгі жағын тоқимыз. Мына гүл салғыш ыдысымызды бітірдік осылай. Мына төменгі жақтар егер кішкене узорлар дұрыс болмай жатса, үстіңгі жағынан тартып жөндеп шықсаңыз болады. Сосын осылай бәрі тегістеліп, әдемі узор шығады астыңғы жағында. Осылай шықты. Так, енді үстіңгі жағы сол өткендегі видеодағыдай тоқимыз. Тағы да көрсетейін. Әр стойканы келесі стойканың арт жағынан шығарып шығамыз. Барлық стойкаларды көрші стойкалардың арт жағынан шығарып шықтық. Енді бірінші рет көріп жатқандар болса, қайтадан түсіндіріп өтейін. Мына стойканы аламыз да, келесі стойканың үстінен өткізіп, екеуін орналастырамыз. Тартып істейміз, чтобы мына үстіңгі жақтары узорлары кеңейіп кетпес үшін. Так, қайтадан келесі стойканың үстінен өтіп, екеуін орналастырамыз. Келесі стойканың үстіне өткізіп, екеуінің орнына ауыстырамыз. Келесі стойканың үстіне өткізіп, екеуін айналдырып орнына ауыстырамыз. Келесі стойканың үстіне өткізіп, айналдырып орнына ауыстырамыз. Келесі стойканың үстіне өткіземіз, айналдырып орнына ауыстырамыз. Осылай бәрін тоқып шығамыз. Қазір мен осылай бірнеше қатар тоқып шығамын қазір. Ең соң, бір қатардың ең соңына келген кезде, бос жер болады әр қашанда. Мына осы жерден
алдыңғы трубочканы мына тоқылған жерінен кіргізіп, сонымен қатар аяқталып отырады. Мына осылай. Сонымен ары қарай қайтадан кете береміз. Келесі трубочканың үстінен айналдырып, орын ауыстырамыз. 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 Солайша қазір мен где-то 4 қатардай тоқып шығамын қазір осылай. Мына корзинамызды уже біттік десек те болады. Мына 4 қатар. Мынау басталған жерімен есептегенде 1, 2, 3, 4, 5 қатарда тоқылыпты. Енді бұл трубочкаларды әдемілеп кіргіземіз қазір. Уже ұзын трубочканың бәрі астына сыймайды. Сондықтан мысалға мына трубочканы аламыз да, где-то мына стойка 1-2 стойканы өткізіп барып, сондай көлемде қиып тастаймыз мына артығын. Қиып тастаймыз да, мынаның астыңғы жағынан бір мына астыңғы жағынан, мысалға мына стойканың көлемінен қиған болсақ, осы стойканың мына астыңғы жағына кіргізгеніміз дұрыс. Сол жер ол шықпайды ешқайда. Осылай осы стойканың астына кіргізіп жібереміз. Солай ары қарай кете береміз. Мына стойканы да солай. 1-2 мына стойкалардың қасынан примерно осы көлемде қиып тастаймыз да, осы стойканың астына ішкі жағынан кигіземіз. Мынаны да солай. Мына жерден қиямыз. Қиямызда сол астыңғы стойканың астына кіргізіп жібереміз. Солайша барлық стойкаларды қысқартып шығамыз. Мынаны да осы жерден қиямыз. Өйстіп бәрін қазір мен бәрін қысқартып шығамын. Корзинамызды тоқып бітірдік. Артық трубочкаларымызды қысқарттық. Мына асты осындай болды. Әдемі болып. Бәрі бір қалыпты шықты. Мына астыңғы жағы осылай. Астыңғы узоры осындай болды. Так, іш жағы мына осылай. Өткен видеода біз сіздермен 12 литрлік корзинаға тоққан болатынбыз. Осы узорды ол жердің айырмашылығы төменгі жағында, табан жағында 2 қатар тура осы узормен тоқимыз. Сондықтан ол жерде табаны осындай болады. Ол жердің астыңғы жағы тесілмейді, тек қана үстінен тесіледі де, төменге қарай жалғастырылып тоқылып, ең соңғы жағында осындай тоқумен аяқтаймыз. Ал бүгінгі корзинамыздың айырмашылығы осы табанында. Табаннан тесіледі және табанның тоқуы осындай қарапайым болады. Енді өздеріңіз салыстырып көріңіздер, қай корзина сіздерге ұнайды, соны тоқып ары қарай тоқи берсеңіздер де болады. Сонымен корзинамыз дайын. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.